мама бізге 5 бармақ сажырды. Мам, рахмет. Не деген 5 бармақ, ну? Кәдімгі. Екен көп тұр, кәдімгі. Қазына астында, короче. Иман тірге береке берсін, дос. Өмір андай тамақ ішердің алдында бата беретініне таңғы бармын. Біз обычно соңында бересің ғой. Асқа бересің ғой. Кішкене ауырып келді. Өттен кетіпті жігіт. Мама да осында жұмыс істейді. Жоқ болып кетіпсің ғой. Ауырып. Суықта жүрмей ма? Бәрі бірге жүрмей. Так что келіп емделенбесеңіздер. Өмірімде денсаулығыма ақшаны бірінші рет салып тұрған. Сау, жақсы болып шықты. Получается, Астанадан Алматыға кішкене ауырып келдік. Енді біздің қазір медицинаға келдік. Мына жерде отыр қасымда. Сөйтіп, мына жерде мен Тұрсын аға деген кісі. Бүйтіп қолды ұстау арқылы, тамыр арқылы диагноз қояды. Бұл китайский медицина. Қытайда оқыған, соны біледі и осылай тамырдың соғу арқылы диагноз қояды. В общем, менде бір тұмау тиіп тұр екен. Тыныс жолдан су қойып тұр. Су қойып тұр екен, қазір соған бір система и бір укол дома дейді ғой. Бір жағдай бұл. Бұл жігіттің мұрны ғана деген, короче.